Бәріңізге сәлем, құрметті достар, құрметті бауырлар. Бүгінгі менің видеомда қозғалатын тақырып тағы да жалғансай туралы болмақ. Дәлірек айтқанда жалғансай туралы емес, жалғансай атауы туралы. Жалпы жалғансай деген атау қайдан шықты және тарихы қандай? Ендеше осыған тоқтала кетейік. Жалпы мен жұмыс бабымен Қазақстанның біршама жерінде болдым. Әрине көптеген адамдармен танысасың. Сол кезде олардың сұрағы аты жөніңді білгеннен кейін қай жерденсің деген болады. Міндетті түрде сол кезде мен Атыраудамын және көкірегімді кере тұрып айтатыным Жалғансайданмын. Сол кезде олардың сұрағы Жалғансай керемет ат екен, бірақ неге ол өтірік сай дейді да бана. Енді өздеріңіз түсініп тұрсыздар да, жалған өмір, жалған ақпарат деген сияқты, жалған деген өтірік деген сөз. Сол кезде мен күліп жіберемін де түсіндіруге кірісем, өйткені бұл сұрақтың жауабын мен бала кезімде ақ тауып қойғанмын. Қайдан алды деп ойлайсыздар? Мен өскен көшеде көптеген ақсақалдар болды. Ол кісілер әрине қазір о дүниелік болып кетті. Бірақ мен сол кезде кішкентай кезімде көшеде ойнап жүргеннен көрі сол үлкен кісілердің қасында отырып әңгімелерін тыңдағанды жақсы көретін едім. Сол бір әңгіме есімде қалыпты осы атау туралы. Жалпы Жалғансай ауылы орналасқан жайықтың бойында ұзын қатарынан жатқан сайлар бар. Кеше ғана біз әңгіме қылған мына Бақсай каналы да, ол да сайда, кейін тек қазылып каналға айналған. Сол сайлар бір-бірімен жалғанып жатады. Сол себепті де осы жердің атауы жалғанған сайлар деген болған. Жалғанған сай. Кейін осы атау айтыла келіп, тілімізге икемделіп Жалғансай болып қалған. Түпкі мағынасы бір-біріне жалғанып жатқан сайлар дегенді білдіреді. Міне құрметті достар, осындай қарапайым ақпарат, қысқа да нұсқа. Тыңдағандарыңызға рахмет, құрметті достар. Тағы да қайталап айтайын, жазылыңыздар. Менде көп деген тақырыптар бар, қызық. Ол тарихи да болуы мүмкін, ол саяси да болуы мүмкін. Сондықтан да маған тіркелсеңіздер, осы бағытта жалғастыра беремін. Көріскенше аман сау болайық, құрметті достар.